Қазақ халқының ұлттық сусыны 7 тағам түрінен істелінген. Аты жөніңіз кім болады? Аты жөнім Айдаргазина Карина болады. Май ауданы. Павлодар облысы Май ауданынан. Павлодар облысы. Ұлтыңыз қай ұлт болады? Ұлтым орыс болғандықтан. Орыс ұлты боласыз, Жүздің басын біріктірген Абылай хан. Абылай хан Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Орталарымызда әлемге әйгілі қазақ билері. Төле би, қазақтың қоғам қайраткері, атағы жер жарған шешен, ұлы жүздің бас биі, 7 жарғына жасаушылардың бірі. Қаз дауысты Қазыбек, қоғам және мемлекет қайраткері. Әйтеке би. Кемеңгер данышпан шешен, айыр тілді алшын. Алдарымызда айналасына шуақ шашқан әйгілі аналардың бірі Домалақ ана. Қымбатты көрермендер, ортамызда Құрманғазы Сабырбайұлы. Үй атасы атанған Құрманғазы келерінде азаттықты аңсап, бостандықты жырлап өткен дара тұлға. Қорқыт ата елі бірлігін нығайтқан кемеңгер қайраткер. Түркі дүние танымын негізін жасаған ғұлама ойшыл, күйші, жырау, асқан сәуегей, бақсы, күйшілік, жыршылық өнерлерінің атасы. Тәуелсіздік алаңында Тамирис патшайым, Массагет халқының байырғы заманда ел билеген атақты ханшайымы, қазақтың еркін даласына көп әскермен шапқыншылық жасап келген паршылық Кир патшасынан азат еткен. Алпамыс батыры, қазақ халқының қаһармандық эпосы, терең мазмұнды, көркем, әлемге танымал эпостық жыр. Қадірлі ағайын, көктем мезгілінің символына айналған бәйшешек. Бәйшешек үміттің белгісі, бәйшешек көктемнен символы, бәйшешек махаббат пен жастық белгісі. Қадірлі ағайын, тазша бала мен алдар өсе. Қазақтың күлдіргі тұрмыс салт ертегілерінде басты кейіпкер. Тазша бала халық арасынан шыққан ақылды алғыр айлалы тапқыр өжет бала ретінде суреттеледі. Алдар көсе, қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакердің зерделі қудың жиынтық бейнесі. Ұлттық спорт ойындары бойынша республикалық жарыстарда Павлодар облысының намысын қорғап жүрген көкпаршы азаматтарды қарсы алайық. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына аса қадірлі мейманы Қыдырата қош келдіңіз. Көптен күткен қонағымыз едіңіз. Төрімізге шығыңыз. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлы кісіден бата алса, сонда ол жылы жыл болар демекші. Қадірлі қалайық, қол жайып Қыдыратадан бата алайық. Қыдырата, батаңыз қабыл болсын. Күй атасы Құрманғазы атамыздан қонақ кәдеретінде тамаша күйіңізді жиылған қауымға паш етуіңіз сұраймыз.
Сәлем саған наурызым нұрлы көктем, құстар келіп кең далама жырын төккен. Наурыз тойы қайта келдің қазағыма, ата бабам ұрпағыда үлгі еткен. Көктем келді, бар аймаққа жар салады. Көктем келсе жан дүнием ән салады. Сағына күткен көптен гүл кезең, сағынған ел өзіңді қарсы алады. Қадірлі аудан орталығының тұрғындары, қонақтар. Павлодар өңірінің басшысы бүгінгі күні арнайы біздің майеліне келіп отыр. Біз үшін өте үлкен мәртебе. Құттықтау сөз облыс әкімі Әбілқайыр Бақтыбайұлы Ысқақовқа беріледі. Құрметті Май ауданының тұрғындары, қымбатты жерлестер, көктемгі керемет мерекесі Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мерекесі бірлік пен тазалықтың, татулықтың символына айналғаны баршамызға мәлім. 2 жылдан астам пандемияға байланысты халқымыз Наурыз мерекесін тойлай алмай жүрді. Барлығымыз осы көктемгі мерекемізді сағынып қалдық. Сол себептен барлығыңызбен бүгін сіздермен осы Наурыз мерекесін қарсы алуға мен шын жүректен қуаныштымын. Құрметті жерлестер, қазіргі заман құбылмалы. Әлемде небір жағдайлар орын алуда. Соған қарамастан елімізде, мемлекетімізде қаншама 100-ден астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Ол барлығы ынтымақтың және бірліктің арқасында деп айтуға болады. Құрметті жерлестер, Май ауданының жетістіктері Қазақстанның, еліміздің, Павлодар облысының әлеуметтік экономикалық өсуіне қомақты үлес қосуда. Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы дамып келе жатыр. Мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы, соның ішінде шағын және орта бизнестің мемлекеттің арқасында, қолдауының арқасында бірқатар маңызды жобалар іске асыруда. Әрине, бұл жерде әр салада істеп жатқан өзіміздің жерлестеріміз, Май ауданының тұрғындары күнделікте өз еңбегін ақтап, мемлекетке деген зор үлес қосып жатыр. Құрметті жерлестер, қазіргі таңда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 16 наурызда өз жолдауында саяси реформаларды бастап берді. Осы саяси реформалардың арқасында үлкен өзгерістер барлығымыз күтудеміз. Мен осыған кәміл сенемін. Сіздерді, барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, барлықтарыңызға мықты денсаулық, отбасылық бақыт, бақ береке, жақсы, қуанышты хабар Май ауданында, Павлодар облысында келеді деп, барлығымыз осындай жақсы жетістіктерге жетеміз деп мен сенімдемін. Ұлыстың күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Құрметті Әбілқайыр Бақтыбайұлы, сізге рахмет. Халайық, шашуымызды шашайық. Наурыз тойын думандатып, ән шашумен бастайық. Жарқыра, жайна наурызым, жыр менен әнді арнадым. Береке, байлық, дәм тұзын, халқыма мәңгі бұйырсын. Шашу, мерекелік шашу.
тыңдаңыздар, босқа қарап тұрмаңыздар. Наурыз тойы басталды. Көргендер де арманда, көрмегендер де арманда. Қызықтан тыс қалмаңыздар. Тағылымды тәрбие бала болашағының іргетасы. Қазақтың қара доңғалақ балалары әлемдік деңгейде ел мерейін асыруда. Қарапайым ауылдан шыққан талай баланың жұлдызы жанып, қабілеті мен дарындылар қатарына қосылды. Қай кезде де мемлекет баланың үздіксіз дамуына инвестиция құюды тоқтатпайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың пәрменімен 2022 жыл балалар жылы деп аталды. Яғни барыс жылында ел ертеңі өскелең ұрпақты қолдауға айрықша көңіл бөлінеді. Біздің ауданның дарынды да талантты балаларынан құралған Байғабыл Жылқыбаев атындағы балалар өнер мектебінің Қазақ ұлт аспаптары оркестрінің орындауында Құрманғазының күйі Саранжап. Kaçқа дейін болды үшін? Тарих парақтарына үңілсек, ұлы мейрамы 1989 жылы алғаш рет облысымызда, біздің Көктөбе ауылында тойланған. Жеңіс Марданов Наурыз мейрамы бастауына ұйытқы болған танымал журналист, тарихшы, өлкетанушы, саяси қайраткер. Наурыз көктем, ауыр көктем нұр шашып, гүл сыйлайды баршамызға сыр шашып, гүл көктемде ән шырқалып, күй шалқып, ағытылды ақындардан жыр шашу. Қадірлі аудан орталығының тұрғындары, қонақтар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған облыстық Иса Байсақов атындағы филармониясы әртістерінің қатысуымен өтетін мерекелік концертімізді қабыл алыңыздар. Наурыз дәстүр Асылхан репертуарынан орындайтын Мадияр Бақтияр. Қарсы алыңыздар. Ақырмеға жаяу келе салыңыздар, такси шыға қоймайды ау.
hocangızdan koyup yerinizçi. Akmol olsun. Ot, rahmet. Binek hoca. Ay bilmem cep telefonum cedi. Al bak. Hadi git suya sal. Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Біздің заттар екен. Біздің Қызай ұрпақтарының қол өнері мынау. Міне.
Iya bizdiki. Tör görkölер. Ana sırmaktar mı ne? Gelgen. Zayıf baktardıkı var. Şimdi başlayalım. Az gelecek. Kalınız koy. Жақсы қалыңыз ғой. Çıkıyor. Здравствуйте еще раз. Ақтан шірген бәле Tamris qancha jurne? Tamris qancha? Tamris. Ha. Başlar.
Aleykümselam. Kalın kalın. Aleykümselam. Ya buna kaç yılını batırıyorsun? 4 yılının vardı. Ha? Al kalay. Geç alacaksın mı? Ya, şükür. Ay şu atayı. Canım. Ha, mana diyorsun? Kaç senin nadobunda berapa gitu? Bercak. Kenze, soda kaynavadır. Kalların kalay. Kalgalay. Hayır, var mı? Hay. Itu ya. Kullanır uyumlar. Kullanır uyumlar. Çastıklar. Жақсы ма? Ары қарай өтіңдер қарай беріңдер. Шығал қалай? Haydi. Сен ұлың қатысты және. Ha? Иә, телевидение қатысты. Ha, жақсы oldu. Әкіммен тілдесті. Иә, облыс әкіммен тілдесті. Қазір сыйлығын берем. Күнге шығатыр, естіп алды. Күннің көзіне шығатыр. Күннің көзіне тұрмыз. Kaynak.